Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының қазақ емшілігі атты кітабынан қазақ емшілігі рецептерін ұсынамыз. 77-ші бөлім. Тау сарымсағы. Тау сарымсағы биік тау етектеріндегі бұйраттардың тасты, шағылды бөліктерінде, көбінше күнгей беттерде өсетін көп жылдық өсімдік. Ол жыл сайынғы шашылған тұқымнан қурап қалған сабақтың тамырынан қайта көктеп шыға береді. Оның 100 грамм өніміндегі С дәрумені 40 қабатпен салыстырғанда 2 есе, көк сарымсақ пен тұрыпқа қарағанда 3 есе, кәдірге қарағанда 7 есе, усарымсақ пен қызылшадан 10 есе артық екен. Оның өзі оның тағамдық қуатынан гөрі дәрілік қасиеті жоғары тұратынын аңғартса керек. Сарымсақтардың ішінде ең биік орында тұрған тау сарымсағы цинга сырқаты мен тамырлардың тарылуына, ішектер ішіндегі құрттарға таптырмайтын дәрі. Ғылыми медицинада оның 40 градустық спирттегі тұнбасы өте жоғары бағаланады. Ол үшін тау сарымсағының жас бұтақтарын шыны ыдыстың ішіне толтыра салып, үстінен аталған спиртті толтырып құяды. Осыны жылы жерге немесе күнге 15 күн қойып тұндырады. Осыдан күн сайын 4 рет әр жолы 10-15 тамшыдан қайнап, салқындаған сумен ішеді. Ол адамның еске сақтау қабілетін сақтап, асқазан ішек жолдарының ауруына ем болады. Адамның дем алуы ауырлап, ентігуі көбейсе, өкпеден шығатын сұйықтық артып мазаны алса, таблеткаларға тоқтамаған жөтелге 250 грамм, ақ шарапқа бір уыс тау сарымсағын ұсақтап турап салып, ақырын отта аздап қайнатады. Осыдан соң аздап бал қосып, бір жұтымнан астың арасында ішеді. Күніне 7-8 рет қабылдауға болады. Тау сарымсағының жас бұтақтарын жесеңіз, қуық пен бүйректі тазалап, зәрді айдайды. Белдің жүйкесіне суық тиіп, радикулит болып ауырғанда 3 литрлік банкіге тау сарымсағын турап толтырып, үстінен 70 градустық спирт қойып, 1 ай бойы жылы жерде жабық ыдыста ұстайды. Одан соң дәріні сығып, сүзіп алып белге жағады. Сыртын жылы орайды. Бұл тұнбаны қыздыратын ішімдік ретінде ішуге болмайды. Тоңазытқышқа салып сақтайды. Тау сарымсағының жазылмай жүрген жараларды, бөрткен қотырларды, безеу сияқты тері бұзылуға да тиімді пайдаланылады. Шырынның тағы бір ерекшелігі, аш қарынға жарты стакан ішіп, соңынан қышқыл су ішетін болса, ішектегі құрттарды түгел далаға шығарады. Ал шырынды аспен қосып ішетін болса, ұйқы шақырып, бастың ауруын жазады. Егер осы видеомыз ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.